Ғалымдар гравитациялық толқынды анықтады. Таңғаларлық құбылыс ғарыштағы екі қара құрдымның соқтығысуынан туындаған деген пікір бар. Бұл ғарышты зерттеудің ендігі бір белесіне қол жеткізу дейді мамандар. Бізден 1,3 миллиард жарық жылына тең қашықтықта орналасқан құбылысты алып лазерлік құрылғы көмегімен анықтаған. Зерттеулер Американың Луизиана штатында жүзеге асырылыпты. Бір қызығы, гравитациялық толқындардың бар екеніне қатысты теорияны әйгілі Эйнштейн айтқан. Оны 1916 жылы өзінің салыстырмалы теориясындағы тартылыс күшінің міндетті бөлігі ретінде атап өткен. Ғалымдар жаңалық қара құрдым мен нейтронды жұлдыздар сынды құпия сыры мол табиғи құбылыстарды зерттеуге мүмкіндік береді дейді. Енді ғаламның ерекшеліктеріне көз жеткізу үшін тағы бір тәсіл табылған көрінеді. Арнайы салыстырмалылық теориясы бүгінгі таңда абсолютті түрде дәлелденген факт болып табылады. Бұл теорияны 20 ғасырдың басында Альберт Эйнштейн дәлелдеп шықты, және дәл осы ашқан жаңалығы үшін бүкіл әлемге танымал болды. Эйнштейннің ашқан жаңалығына дейін ғылым әлемі мен адамзат салыстырмалылық теориясы жайлы, яғни уақыттың өзгергіштігі мен физикалық жағдайларға тәуелді екенін түсінуге қауқарсыз болды. 20 ғасырдың атақты ғалымы Эйнштейн уақыттың абсолютті емес екендігін, яғни дене салмағы мен оның жылдамдығына тәуелді ғана болатын салыстырмалы категория екенін ашты. Эйнштейн теориясына ғылыми түсіндірме. Эйнштейн разработал свою специальную теорию относительности в 1905 году. Теория, открывающая дверь к путешествиям в будущее, основана на выдающемся умозаключении. Эйнштейн обнаружил, что время замедляется для человека в движении по сравнению с стоящим человеком. Если суммировать великую специальную теорию относительности Эйнштейна в одном предложении, то вот что получится. Чем быстрее движение, тем медленнее время, что обеспечивает постоянство скорости света во Вселенной. При помощи скоростного поезда и движения самых точных часов, известных науке, атомных часов, измеряющих точные вибрации или прыжки атомов, физик Мичио Каку раскрыл тайны принципа растяжения времени. Сначала Каку установил неподвижные виртуальные атомные часы с прыгающим светящимся шаром, показывающие время в поезде. Представьте, что у меня атомные часы с двумя зеркалами, отражающими свет. Тик-так, тик-так. Каждый вертикальный скачок светящегося шарика в неподвижных виртуальных часах — это 1 секунда. Приведем их в движение в поезде. По мере движения поезда вперед скачущий светящийся шарик начинает двигаться по диагонали. Свет начинает двигаться по диагонали, и создается впечатление, что он ускорился. Но это невозможно. Свет двигается с постоянной скоростью. Значит, что-то изменилось. Изменилось время. Оно замедлилось. Эйнштейн выяснил, что если смотреть на проезжающий поезд, создается ощущение, что время в поезде замедляется. Он также пришел к выводу, что во время движения с пространством тоже происходит нечто необычное. Еще одна особенность. Чем быстрее вы двигаетесь, тем больше сжимается пространство. Таким образом, чтобы поддерживать неизменную скорость света, время должно замедляться, а расстояние должно сокращаться, как это видит наблюдатель со стороны. Уақыт бір қалыпты жылжиды деген ұғым миымызға әбден сіңіп қалған. Ал шын мәнінде бұл олай емес. Тіпті дәл қазірдің өзінде сіздің қолыңыздағы сағатыңыз жер орбитасындағы сағаттан алда жүреді. GPS спутниктеріндегі сағат күніне 38 микросекунд жылдамдықпен жылжиды. Егер оны күнде дұрыстап отырмаса, 2 сағаттан соң геоорын қателігі 1 километр болады. Уақыттың жылжуына әсер ететін 2 себеп бар. Бұл гравитация мен жылдамдық. Тартылыс күші дене салмағы мен оның ортасына дейінгі ара қашықтыққа тәуелді екені белгілі. Бұл дегеніміз, яғни жер бетінде тартылыс күші оның орбитасына қарағанда әлде қайда күшті. Гравитация қаншалықты күшті болса, сағат соншалықты тез жылжиды. Сәйкесінше,
орбитадағы сағат артта қалып отырады. Два британских физика при поддержке американского морского ведомства провели грандиозный эксперимент в 1971 году. Они взяли два очень точных атомных часов и проверили теорию растяжения времени. Одни часы находились в неподвижном состоянии в военно-морской лаборатории, а вторые часы они поместили в обычный пассажирский самолет, который обогнул земной шар со скоростью близкой к скорости звука. В результате они выяснили, что атомные часы в этом самолете отстают. Время в самолете замедлилось. По сравнению с оставшимися на Земле часами, время в часах на борту самолета замедлилось на 50 миллиардных доли секунды, как и предсказывал Эйнштейн. Однако замечательно то, что если астронавт движется в ракете с огромнейшей скоростью, замедляются не только часы на борту по сравнению с часами на Земле, но и его сердцебиение, что немаловажно. На борту космического корабля его сердце бьется медленнее, и все работает медленнее. И если смотреть на космический корабль, то время на нем идет медленнее. Если сердцебиение и другие процессы в организме астронавта замедляются по сравнению с человеком на Земле, то в этом есть большой плюс. Он должен стареть медленнее, иначе он бы заметил, что он движется, потому что его жизненные часы необычно тикают по сравнению с его процессом старения. Все на его космическом корабле должно стареть медленнее, и это и есть результат специальной относительности. Екінші себебі бұл жылдамдық. Кеңістікте қозғалу барысында біздің сағатымыз баяулай бастайды. Жылдамдық үшін ең маңызды бір шектеуі бар. Ешқандай дене жарық жылдамдығына жете алмайды. Яғни, жарық жылдамдығындай қозғалыста біздің сағатымыз тоқтап қалады. Кеңістікте қозғалу барысында уақыт баяулайтыны ғылыми дәлелденіп отыр. Яғни, қанша көп қозғалыс болса, соншалықты баяулау орын алады. Ал ғылыми болжауға сәйкес, галактикадағы қара құрдымның ішінде мүлдем уақыт деген ұғым жоқ. Қазір ғалымдар ғарыш кеңістігін бағындыра алатын ғарыш кемесін жасауға кірісті. Егер мұндай кемені жасау қолдарынан келсе, қара құрдымды зерттеу жоспарда бар. Ғылыми болжау бойынша қара құрдымға ұшып барып, артқа қайтқанша 10 жыл уақыт кетеді. Яғни, кеменің өзіндегі жыл санаумен есептегенде. Ал сол мезетте жер бетінде шамамен мыңдаған жылдар өтіп кетеді. Если вы хотите увидеть Землю через 1000 лет при скорости в 99,995% скорости света, то достаточно будет 500 световых лет. Сегодня мы разгоняем частицы до такой скорости, так что запуск человека — это лишь вопрос техники и огромных денег. Один из способов достичь очень высокой скорости — это лазерный солнечный парус. В общем и целом, это гигантское зеркало. Огромный раскрытый солнечный парус будет прикреплен к кораблю в космосе. Гигантский лазер, также установленный в космосе, направит невероятно мощный луч в огромное зеркало солнечного паруса, отправив корабль астронавта в космос и в будущее. А теперь элемент фантастики. Согласно часам на Земле, прошла уже 1000 лет. В то же время часы на борту космического корабля отмеряют лишь 10 лет для путешественника во времени. Относительность времени позволила ему совершить путешествие в будущее. Эйнштейннің жаңалығы уақыт ұғымының астан кестеңін шығарды. Адамзат тарихында мұншама таңырқарлық және айқын факті ешкім бұрын соңды ашқан жоқ. Бірақ күте тұрыңыз, қасиетті Құранда уақыттың бір қалыпты емес екендігін анық сипаттаған аяттар бар. Хадж сүресі 47-ші аят. Негізінде, Алланың қасындағы бір күн сендер жер бетінде санайтын 1000 жылмен тең. Сәждә сүресі 5-ші аят. Ол көктен жерге дейінгі істерді басқарады. Сосын, сендердің жер бетінде санауларың бойынша 1000 жыл шамасындағы бір күнде оған көтеріледі. Мәиш сүресі 4-ші аят. Ол жоғарғы орынға періштелер және Жәбірейіл мөлшері 50 000 жылдық бір күнде шығады. Жоғарыдағы Құран аяттары уақыттың бір қалыпты емес және мекенге қатысты өзгеруін анық меңзеп тұр. Құранның түсірілуі 610 жылдан басталғанын ескеретін болсақ, уақыттың қатыстылығы жайлы Құранда осыншалықты анық сипатталуы
оның құдайы кітап екендігінің тағы да бір дәлелі болып табылады.